сіздерге бүгінде қызықты видеолар түсіруге тырысамын. Ал сіздер каналға тіркеліп, колокольчик басып, және видеоға лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Әйгілі пирамидаларға тур. Шарм қаласынан Каир қаласына дейін барудың 3 түрі бар. Біріншісі самолетпен 2 сағат шамасында ұшып барасыз. $250-300 шамасында төлейсіз. Екіншісі тур автобустармен 7-8 сағат жүресіз, $75 төлейсіз. Және де соңғысы, үшінші түрі ол өзіңіз жергілікті автобустармен бару. Уақыты сол тур автобустармен бірдей болады. Ал ақшасы 2 еседей арзан шығады. Шамамен $35-40. Ол туралы алдағы шығарымдарда айтамын. Мен дәл солай Каир қаласына барған болатынмын. Осы турмен әйелім бір өзі барып келген болатын. Жалғыз өзі қорықпай барып келген әйелімнің батырлығы үшін лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Бұл кадрлердің бәрінде түсірген өзі. Ал енді турмен қалай барамыз? Не көреміз? Не кіреді оның ішіне? Соның барлығын осы видеода рет-ретімен айтамын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Каир қаласына тур түнде басталады. 7-8 сағат жол болған соң және таңертең Каир қаласында болу үшін. Шамамен 1-2-лерде шығып кетесіз. Таңғы 8-9-ларда Каир қаласында боласыз. Турда ең бірінші баратын жеріміз әйгілі Египет сұлтаны Бейбарыс мешіті. ғасырда Сұлтан Бейбарыс мешітті салдырған екен. Мешіт өте үлкен, ұзындығы 108 метр, ені 105 метр. Мына дуалдардың биіктігі 11 метр шамасында. Мешітті кезінде қымбат мәрмәр және бағалы ағаштармен салған екен. Туристерге арналған Құран оқу орнында бар. $1-2 болса садақаға берсеңіз де болады. Келесі келген жеріміз Каир ұлттық музейі. Өзіңіз, яғни турсыз келсеңіз, 450 Египет фунтын төлейсіз. Барлық Мысыр тарихы осы музейдің ішінде. Әдеттегідей қауіпсіздік шаралары өте жоғары деңгейде. Ішке кірген соң әр турист шоғырына бір гидтан беріледі. Гид сөзі жақсы есту үшін осындай құрылғы беріледі. Гидтің қолындағы рациясы арқылы айтылған сөздердің барлығы осы құрылғы арқылы сізге жақсы естіледі. Адам толып шулап жүрген жерде өте керекті және жақсы ойлап табылған дүние. Факттар айта кетейін. Музейде болсын, жалпы басқа жерлерде болсын, фараонды көрсеңіз, егер ол отырса, ол өлгеннен кейін жасалған мүсін екен. Егер тұрып тұрса, онда тірі кезінде жасалған екен.
Ал сіздер білдіңіздер ме, мынандай қабытта тек қана байлар, перғауындар ғана жерленген екен. Бұл мумия Тутанхамонның әжесі немесе атасы. Сонау кезден бері сақталған мумия. Мұндай мумиялар жетерлік. Басында мә деп қарап қызық болғанымен, соңында жай қарап өте бересің. Пирамидалардың алдында папирус шығаратын жерге келдік. Бұл жерде папирус қағазы қалай жасалатынын көрсетті. Вот это папирусный тростник. Древние египтяне сделали из этого тростника первую бумагу. Барлық папирус қағазы осындай тростник деп аталатын өсімдіктен жасалады. Ең әуелі қандай қағаз жасамақшымыз, соны анықтап алу керек. Осындай тростниктің сыртын ашимыз. Осы сыртқы қабығы өте мықты болғандықтан, бұдан да түрлі заттар жасаған. Мысалы, сандалы, корзинка секілді. Ал ішкі бөлігі жұмсақ, себебі құрамында қант, су секілді заттардан тұрады. Соның бәрін шығару үшін осындай арнайы балғамен ұрамыз. Сосын оқтауды қолданамыз. Міне осындай шыққан бөлікті суға салып қоямыз. Ақ түсті папирус қағазын алу үшін 6 күнге салып қоямыз, ал сарғыштау түсті қағаз болсын десек 12 күнге қою керек. 6 немесе 12 күннен соң осы бөліктерді көлденең және тігінен ретпен қоямыз. Потом положим полоски вертикально еще горизонтально. Содан соң пресс астына 6 күнге қоямыз. Қазір біз пресс қолдансақ, бұрынғы мысырлықтар үлкен тастарды пайдаланды. Тростник құрамындағы қант сыртына шығып, қасындағы бөліктермен жабысып, нәтижесінде осындай қағаз пайда болады. Папирус қағаз деп алдаушылар қазір өте көп. Сондықтан қалай ажыратуға болатынын қазір көрсетейін. Бірінші, жарыққа жақындатып қарасаңыз, осындай сызықтарды байқауға болады. Екіншіден, папирус қағазы өте мықты болғандықтан тез жыртылмайды. Үшіншіден, суға салсақ, жай қағаздар секілді жыртылып қалмайды, сол қалпында тұра береді. Мәссаған, папирус қағазы осылай жасалады екен деп таң қалып жатқанда, мынандай сауда-саттықтың әңгімесі басталып кетті. Мұндай суреті бар папирус осынша тұрады, екеуін алсаңыз үшінші тегін деген сияқты сауда-саттыққа жақын әңгімелер басталып кетті. Туристерге бірдеңе сатпаса болмайды ғой енді. Бұл Египет. Папирустан соң Ніл өзенімен серуен болды. Бұл қосымша $10 кісі басына. Содан соң түскі ас, тамақтану тур бағасына кіреді. Ауқаттанып болып, көптен күткен пирамидаларға жеттік. Бұл жерде артық сөз керек емес, тек көру керек. Пирамиданың қасында түйеге мін, арбаға отыр, атқа отыр, бірдеңе сатып ал деген адамдарды көрмеу мүлдем мүмкін емес. Сондай адамдардан аяқ алып жүре алмайсың. Жалпы түйемен серуендеймін десеңіздер, саудаласу керек. Осындай түйемен серуендеу $5-10 болады. Пирамида ішінде не бар екен деген сұрақ болды ма сіздерде? Көргіңіз келеді ме ішін? Онда арнаға тіркеліп алыңыз. Алдағы шығарымдарда сол туралы толығырақ айтатын боламын. Осы жоғарыда айтылған жерлердің барлығына қанша ақша кеткенін айтайын. Барлығы $75. Оның $25 визаға кетті, турдың таза бағасы $50.
бұл ақша аз ба көп пе, оның барлығын сіздер комментарияға жазсаңыз болады. Ол өздеріңіздің ойларыңыз. Ал менің ойымша, қанша ақша болса да пирамидаларға бару керек. Ақша қайтып келеді, ал әсерлер мәңгіге өзіңізбен бірге қалады. Саяхаттаңыздар достар, әлем біз үшін жаратылған. Осымен 5-ші күн тәмам, уақыт деген зулап өтіп жатыр. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, лайктарыңызды аямай басып жіберіңіздер және достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.